таңертең ерте тұру, пробкада уақыт жоғалту, офиста 9-дан 5-ке дейін отыру, бірдей істерді қайталау, кешке үйге шаршап қайту. Сенбі жексенбіде 1-2 күн демалу, ал дүйсенбі бәрі қайта басталады. Осы нәрселер сізге таныс болса, бұл видеоны қараңыз. Көп адам дәл осы режимнен шаршаған, армандағаны еркіндік, қосымша табыс, уақытын өзі басқару. Бірақ көпшілігі қалай деген сұраққа тоқтайды. Қазір соған нақты жауап бар, ол жасанды интеллект автоматизациясы. Бұл не нәрсе десеңіз, бұл бизнеске қайталанатын істерді істейтін жүйелер орнатып беру. Мысалы, клиент сообщение жасаса, бот бірден жауап береді. Кездесу белгілеу керек болса, мысалы запись жасау керек болса, бот уақытты күнтізбеден, календарьдан көрсетеді. Жаңа тапсырыс түсті ма, Excel автомат түрде толтырылады. Көп бизнес үшін бұл нағыз керекті нәрсе, өйткені олар уақыт үнемдейді, қателік азаяды, клиент риза болады. Ал сіз осының барлығын жасап беріп, табыс таба аласыз. Бірақ бірден айтқым келіп тұр, егер Excelде формулалар жазылмайтын болсаңыз, сізге қиын болса, онда сіз автоматизацияны тоже жаса алмайсыз. Ал егер сізге Excelдегі формула жазу оңай болса, қиналмасаңыз, онда бұл автоматизация деген саланы да меңгере аласыз. Яғни супер программист болудың қажеті жоқ, бірақ кішкене технарь болу керек аздап болса да. Және де үйренуге деген желание болу керек. Енді бастапқыда сайт хасл ретінде бастасаңыз болады, яғни қосымша табыс ретінде. Кейін уже тұрақты пайдаға алып келуге болады. Егер осы жолды үйренгіңіз келсе, менің жабық қауымдастығым бар, сол жерде нөлден бастап үйретемін. Ол туралы толық ақпаратты алу үшін маған топ деп жазып жіберіңіз. Сол жабық топ туралы толық ақпаратты береді.